Кеш жарық, эфирде сырласу. Бүгін бізде қонақта журналистер Нұртөре Жүсіп және Шәмшидин Патиев. Хош келдіңіздер. Студиямызға бүкпесіз, боямасыз сырласуға дайынсыздар ма? Сіз қалай дайынсыздар, көп ойландыңыздар ғой? Бүкпесіз айту Енді бұл бағдарламаның аты сырласу болғаннан кейін көпшілікке айтпайтын, бәлкім бүгіп жүрген сырларыңыз бар шығар, мүмкін шетін шығаратын шығарсыздар деген үмітпен сұрап отырмын. Сондықтан әңгімемізді бастасақ. Сіздер 84 жылы бітірген журфак өте мықты курс деп атайды. Жүсіпбек Қорғасбек, Дархан Мамбай, Алтынбек Сәрсенбаев, сіз екеулеріңіз Еркін Қыдыр, осындай мықты дүлдүлдердің арасынан енді осал болу мүмкін емес шығар. Сіздер негізі осал емес біз деп ойлайсыздар ма өздеріңіз? Принципінде осал емеспіз деп ойлаймыз, иә. Сол жылғы түлектердің барлығы да кітапқа құмар болды. Білмекке құмар болды. Театрға құмар болды. Мәдениетке құмар болды. Сосын біз ғана мұғаліміміз болды, Қабижан Пәңгереев деген кураторымыз сол айтып отыратын, сендердің әрқайсыларың мінездерің әртүрлі, түтіндерің қисық болғанмен мұржаларың түзу. Сендердің табиғаттарыңда сондай сендердің жақсы адам шығады деп былай үміттенетін. Бірақ сендер адам болмайсыңдар дегенде мұғалімдер көп болды деймін. Солай емес. Жалпы енді сөзге білесі әзіл ғой, осал емеспіз деп ойлаймыз деген. 79 жылы келіп Қазақ мемлекеттік университетіне түсіп журналистика қалаған жігіттердің ішінде әрине ондай топтарда көп болған шығар, бірақ сол топтың ішінде 84 жылы енді түлеп ұшқан түлектердің ішінде елге осы журналистикаға онда неге салған бір буын, сондай бір буын шықты деп ойлап, қалыптасып, бір жиналып өсті. Тарихта да, қоғамда да сонда кездесіп отырады. Негізінен енді біздің курстың бір жаңа тағы да бір ерекшелікті, сол кезде мысалы елдік мұрат дейміз бе, қазіргі тілмен алған кезде сондай мәселе, ол енді кеңестік жүйе. Біз советтің студентіміз, тегін оқып жатырмыз, әкеміздің үйінде жатқандай жатақханада тегін жатырмыз, бәрі бар. Бірақ анау бізге біртіндеп нелер келетін сол кезде Алаштың адамдары осындай болған, осындай тарихта жаңағы Жүсіпбек Аймауытұлы деген мықты болған, Ахмет Байтұрсынов дегендер болған. Олар енді әлі ақталмаған, аттар өзі ешқандай неде жатқан адамдар ғой, жабық тақырыптар. Соның кездің өзінде сондай осы Алаш туралы сол там-тұмдап әңгімелер келеді. Сосын біз ойлаймыз енді, бәріміз осылай Шәкең айтатын бір, енді қарнымыз тойды, енді қазақтар туралы әңгіме етейік деп, сол қазақтың тілі, діні, дәстүрі, қалай ел боламыз деген мәселелер, сол қызыл шеке дау болып пікір алмасып сөйтіп жатамыз ғой. Сосын отырып, ең соңында келіп барған, шіркін, біз сол заманға, солардың орнында сондай тусақ, шіркін біз көрсетер едік деген осындай тұжырымға келетіндігіміз. Құдай соны алып келіп өзіміздің иығымызға тәуелсіздіктің барлық жүгін тура сол адамдардың жасында біздің иығымызға артып қоя салды. Сізді редакторлық, бас редактор болуыңызға байланысты Гиннестер рекордтар кітабына енгізу керек деп айтады. Ал сізді жаздыра алатын редактор деп айтады, жақсы баға берілген. Айтады ғой, басылым басшысына тартады деп. Сіздер басқарып отырған журналистер сіздерге тартқан ба? Әрбір газеттің өзінің мысалы ұстанымы болады. Енді газет редактор деген отырып алып, барлығын сызып, ар жақтың бәрін өзінің мысалы ойын журналистқа жаңағы сол журналистің айтқанның бәрін сызып тастап айтпесе тұру емес. Өйткені міндетті түрде кез келген мақаланы келген кезде журналист егер өзінің мысалы өзінің бақытын, өзінің ойын дәлелдеп отырған кезде мен оған тиіспеймін. Тіпті екіншіден міндетті түрде ол менің тіпті әрбірден кейін газеттің позициясымен сәйкес келуі міндетті. Жалпы сіздер жастарды мойындайсыздар ма? Өздеріңізден өзгелерді мойындайсыздар ма? Әрине, жастарды мойындаймыз. Мен мысалға осыдан бір алғашқы кейінгі шығып жатқан журналистер бар ғой, солардың бір 5-7 журналисті бірден журналистика факультетінен жаңадан оқып жүрген жерінен бәрін бірден тарттым. Олардың қазір бәрі белгілі журналист болып қалыптасты. Сіз шаға өзгелерді мойындайсыз ба? Біз өзімізден кейінгі толқынды, сен отыр, сен әлі түк білмейсің, болмаса сен баласың деп, оны кеудесінен біз итерсек,
онда бұл жаңағы мойындамағандықтың бір белгісі болар еді. Сондықтан біз өзіміздің қанатымызға тартып, бауырымызға тартып, керек жерінде әйтеуір біліп жатсақ ақылымызды айтып болмаса, сол өйткені біздің өзіміз сондай балапан кезімізде бізге де жол сілтеді, жөн сілтеді. Шерхан Мұртазаның мектебі болды. Мысалға, егемен Қазақстан 90 жылдардағы шерағаң басқарып тұрған кездегі қарқыны, оның айбыны, оның қазақ ақпарат кеңістігіндегі орны деген әлі күнге дейін кәдімгі үлкен леппелігімен айтылады. Сол леппелігінің ішінде жүрдік бізде лепіріп, жас болдық. Бірақ шерағаң сол мысалға мынандай тақырыптарды неге көтермейтіндер, ей қазаққа мынау керек емес пе, мынау керек емес пе деп жаңағы айтқан кезде соны дереу жазуға, дереу орындауға тапсырып, кім бірінші орындап келуге сондай бәсеке. Бұл шығармашылық бәсеке. Мысалы біз жас толқын демеймін, мен жаңағы жас үлкен демейміз, жалпы журналистиканың ортасында бәрін жалғастырып тұратын нәрсе, олардың біріншіден аты, шығармасы, шығармашылық туындысы, сосын сол жолдағы бәсеке. Мысалы бармақтай бала болғанмен, ол сенің аталы сөз айтып отыратын болса, оны неге мойындамайды? Қазақтың өзінің бұрыннан келе жатқан қой асығы демеңіз, қолыңа жақса сақа қой, жасы кісі демеңіз, ақыласса аға. Көрдіңіз ба? Аға тұту, аға көру, осы бұрынғы өз қазақтың жолы. Бізде осы журналистиканың мектебі кешеге дейін жақсы сақталып келді, бірақ қазіргі журналистер әлсіз, қазіргі жүйе әлсіз деп айтады. Өйткені ол мектепке кіргісі келмейді біріншіден қазіргі жастар. Газетке келетін адам маған тауып беріңізші. Қазір журналистика факультетінің мысалға студенттерін мен Қарағандыны студенттерінен сұрадым, Өскеменге барғанда, онда да мастер-класстар, шеберлік класстарын өткізгенде газетке келгісі келмейді адамдардың. Біреу, екеу табылса табылды, ол тіпті жоқ. Бәрі телевидениеға барғысы келеді. Неге? Тез жұлдыз болуға талпынады. Жұлдыз,